Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 30 маусымда 7-ші шақырылымдағы парламенттің бірінші сессиясы ресми түрде жабылды. Парламент палаталарының бірлескен отырысынан соң депутаттар қыркүйекке дейін демалысқа шықты. Палаталардың бірлескен отырысында сөз сөйлеген мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин парламентке өткен барлық партияның депутаты пандемияға қарамастан белсенді жұмыс істеп, заң шығару жұмыстарымен ғана айналысып қоймай, халықпен кері байланысты қамтамасыз еткенін атап өтті. Өткен сессияда парламент палаталарының 3 бірлескен отырысы, мәжілістің 23 жалпы отырысы және сенаттың 21 жалпы отырысы өтті. Сессия бойынша парламенттің 2 палатасында 104 заң жобасы қаралды. Қазіргі уақытта олардың 63-і қабылданды, 58-іне президент қол қойды. 30 маусым күні Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуде Ресей басшысы Владимир Путинмен кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев Владимир Путинге пандемия кезінде Қазақстанға көрсетіп жатқан қолдау үшін ризашылығын білдіріп, Қарағанды фармацевтикалық зауытында ресейлік вакцина шығару аясындағы тиімді әріптестіктің жайына тоқталған. Никогда не забуду многих вещей, но то, что когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении, поэтому это не забывается. Спасибо, Владимир Ильич. Путин осыған дейін талай рет Назарбаевты шақырғанын, кездесудің сәті түскеніне қуанғанын айтады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен үнемі байланыста екенін, ортақ диалогтың жемісін беріп жатқанына тоқталған. Ресейлік Прогресс МС-17 ғарыш кемесі Байқоңыр ғарыш айлағынан 30 маусым күні сәтті ұшырылды. Ғарыш кемесін жер маңайындағы орбитаға Союз 2D1A зымыран тасымалдағышы алып шықты. Прогресс МС-17 халықаралық ғарыш станциясына 470 кг жанармай, 420 литр су, 40 кг оттегі баллондары, 1509 кг ғылыми экспериментке арналған жабдықтар мен басқа да қажетті құралдар жеткізеді. Роскосмос мәліметі бойынша Прогресстің халықаралық ғарыш станциясындағы ресейлік сегменттегі поиск модулімен түйісуі шілде айының 2-сіне жоспарланып отыр. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі уақытта халықаралық ғарыш станциясында 65 экспедицияның халықаралық экипажы жұмыс істейді. Эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты Астана күніне арналған іс-шаралар онлайн форматта өтеді. Нұрсұлтан қаласының бас санитар дәрігері Сархат Бейсенованың қаулысына сәйкес жабық орындар мен концерт залындағы іс-шараларға тыйым салынады. Астана күніне арналған іс-шаралар үшін сыйымдылығы 20%-дан аспайтын театрлардың, сондай-ақ ПТР тест арқылы кіргізілетін концерттердің жұмысына ғана рұқсат етіледі. Сонымен қатар ашық жобасы негізінде карантин шектеулерін қатаң сақтай отырып, далада өтетін іс-шараларға рұқсат бар. 29 маусымда денсаулық сақтау министрі Алексей Цой өткен аптада коронавирус жұқтырғандар 39%-ға көбейгенін хабарлады. Науқастардың 44%-ы Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында тіркелген. Соңғы аптада коронавирусқа шалдыққандардың 39%-ға көбейгені байқалды. 29 маусым күнгі ақпарат бойынша инфекциялық орындардың 27%, реанимациядағы орындардың 24% бос емес деді министр. Цойдың айтуынша, Нұр-Сұлтан инфекциялық стационарында орындардың 65%, реанимациялық орындардың 74% бос емес. Алматыда бұл көрсеткіш 32-31%-ды құрап отыр. Қазіргі уақытта 2 қалада қосымша шектеулер күшіне енген. Сауда орталықтары жай күндері сағат 17:00-ге дейін жұмыс істейді, сенбі жексенбі күндері жұмыс істеуіне тыйым салынған. Қоғамдық тамақтану орындары да демалыс күндері істей алмайды. Жұмыс күндері 20:00-ге дейін ашық болады. Апта басынан бері ел бойынша 7000-нан астам адам коронавирус жұқтырып, 63 науқас індет салдарынан қайтыс болды. Апта легі осындай, назарларыңызға рахмет. Жаңалықтардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыздар. Сау болыңыздар.